Соңғы кездері әлеуметтік желілерде Семейдің тазалығы жиі айтылып жүр. Мектеп бітіріп студент болған кезім Алматыдан жазғы каникулға Семей келгенде қала көшелеріне таңмен су себіліп, көшелерге тазалық жұмыстары жүргізіліп жатқан күнде көріп таң қалғанымды жасыра алмаймын. Ал бұл жұмыстар бір реттік емес, күнде әрі түнімен жасалып жататын. Несін жасырайын, анығын айтқанда, көпшілік Семейдің айнадай жарқыраған күндерін Мейрамхат Айнабековтің әкім болған кезеңімен байланыстырады. Содан болар Айнабеков келіп, айнадай қылды деген сөз ел аузында мақалға айналып кетті. Айнабеков іскерлігімен, қарапайымдылығымен, жұмысына деген жауапкершілігімен жұрттың жүрегінен орын алған санаулы әкімдердің бірі болды. Қала көшелерінде таңмен су себіліп, шаһардың абаттандыруына ерекше көңіл бөлінген еді. Әрбір ісінде жүйелік, тәртіп, ұқыптылық бар еді. Ал жоғарыдан Семейдің еңсесін түсіріп, мүсәпір күйге түсіруге талпыныстар болғанымен, қаржы мардымсыз бөлінгенімен, Мейрамхат Кәрібекұлы сынды іскер де жанашыр азаматтың арқасында арам пиғылды, мысық тілеулі жандардың әрекеті жүзеге аспады. Өкінішке қарай, Мейрамхат ағадан кейін келген әкімдердің басым бөлігі қала тазалығына бұрынғыдай жіті көңіл бөлмей кеткені жасырын емес. Тұрғындардың да, қала қонақтарының да мұны байқағаны анық. Десе де соңғы кездері Абай облысының әкімі Берік Уәли мырза Семейдің тазалығына жіті көңіл бөлгені қуантады. Айнабеков кезіндегідей айнадай болса деген тілегіміз бар. Ұзағынан болсын.